Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен қыс мезгіліне арналған дәмі ерекше болып шығатын салат дайындаймыз. Бізге осы видеодағы заттар қажет болады, яғни жандо, тәтті болгар бұрышы, қызанақ, ақ желкен, пияз және де сарымсақ. Мен салатты 1,5 порция дайындаймын, сондықтан көкөністерді де 1,5 есеге көбейтіп алдым. Егер де 1 порция дайындайтын болсаңыздар 5-6 литр шығады. Болгар бұрышынан 4,5 килограмм, жандо 1,5 килограмм, қызанақ 4,5 килограмм, 1,5 килограмм пияз, ақ желкен және де 300 грамм сарымсақ. Барлық көкөністерімізді жуып тазалап алған соң, ең алдымен пиязымызды осылай видеодағыдай жіңішке етіп турап шығамыз. Онан соң жандомызды осылай шамамен 1 сантиметрдей етіп турап шықтым. Болгар бұрыштарымызды да осылай видеодағыдай орташа қалыңдықта ұзыншақ етіп турап шықтым. Болгар бұрышынан қызыл және жасыл түсін таңдап алдым. Сол кезде салатымыздың түсі әдемі болып шығады. Онан соң қызанақтарымызды осылай артық жерлерін алып, 8 бөлікке бөліп турап шықтым. Банкаларымызды міндетті түрде стерильдеп аламыз. Барлық көкөністерімізді турап болған соң, ыдысымызға 700 мг сұйық май құямыз және де туралған пияздарымызды қызып тұрған майға 10-15 минут қызарғанша қуырып аламыз. Онан соң қалған көкөністерімізді саламыз. Ең алдымен жандомызды салып, бір араластырып аламыз. Ендігі кезекте қызанақтарымызды салып, жақсылап араластырып, сәл суы шыққанша 5 минутқа қақпағын жауып қоя тұрдым. Онан кейін болгар бұрыштарын салып, жай отта салатымызды 25 минут қайнатып алдым. Мінекей достар, біздің салатымыз өте аппетитный, иісі де өте керемет. Енді дәміне қарай тұз қосамыз, туралған сарымсақтарымызды қосамыз, жақсылап араластырып, онан соң ең соңында туралған ақ желкен, яғни петрушка жапырақтарын қосып, салатымызды тағы да 10 минут қайнатамыз. Мінекей достар, біздің салатымыз дайын болды. Дәмі де ерекше, иісі де өте керемет болып тұр. Енді барлығын стерильденген банкаларға рет-ретімен салып шықтым. Банкалар атылмау үшін бір банкаға бір дана аспирин салып шықтым. Әркімнің тәсілі әртүрлі. Кейбіреулері уксус құяды, кейбіреулері аспирин қосады, кейбіреулері мүлде ештеңке қоспайды. Сіздер қандай тәсілмен жабасыздар, комментарияға жазып кетіңіздер. Және де қақпағын осылай бұрап, банкаларымызды төңкеріп, осылай одеялмен орап қоямыз. Мінекей достар, біздің салаттарымыз дайын болды. Видео ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар.